Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте қарапайым және жылдам дайындалатын, палаумен жегенге керемет үйлесетін, бар жоғы 2 минутта дайын болатын салатпен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, арнама жазылуды ұмытпаңыз. Салатты дайындау үшін бізге қызанақ, 1 штук пияз, 1 штук болгар бұрышы қажет болады. Алдымен қызанағымызды жуып, тазалап, жіңішке етіп тураймыз. Бұл салаттың ерекшелігі, ішіне қосатын көкөністердің барлығы жұқа, жіңішке етіп туралуы керек. Осы салатпен жегенге керемет үйлесетін менің YouTube арнамда палаудың рецептісі бар. Қарап көріп шығыңыз. Мүмкін сіз жасап жүрген палаудан ерекшелігі, артықшылығы, мүмкін жасалу жолында, мүмкін ішіне қосатын қоспаларында бір артықшылықтары мен ерекшеліктері болуы мүмкін. Пиязымызды 2-ге бөліп, жіңішке етіп тураймыз. Болгар бұрышын ұзынша жіңішке етіп тураймыз. Барлығын турап алдық. Енді үстіне жарты шай қасық қызыл бұрышымызды және 1 қасық тұзымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Салат тәбетіңізді ашып, палауыңызға ерекше дәм береді. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Каналыма жазылуды ұмытпаңыз.